Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге өзінің иісі мен дәмі мен ерекшеленетін ташкентский шай әзірлейтін боламын. Мінекей алдымен осының барлығын дайындап алдым, жуып, турап, апельсин салдым, лайм салдым және де лимонды салып, оның үстіне науат қосып, содан кейін жалбызымды салып, жалбыз яғни мятамды қосып, осылай керемет бой сергітетін сергіткіш шайды әзірлеп жатырмын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Одан кейін бір қасық қара шай, үйде фруктовый шай бар еді, соның жарты қасық қостым. Одан кейін бір қасық көк шай салдым. Сіздер қара шай мен көк шай салсаңыздар болады. Енді осының үстіне қайнап тұрған суымды құйып 5 минутқа тұндырып, одан кейін құйып іше беруге болады. Бұл шайдың дәмі де, түсі де өте керемет, шөлді басады және де шаршап отырсаңыз, шаршағаныңызды басады. Осы шайды біз отбасымызбен жиі дайындап ішеміз. Сіздер де дайындап көріңіздер. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Бекзат.